Есімім Айнұр Серікбайқызы Кушкинбаева. Мен негізі өзімді ұстазбын. Ұзақ жылдар бойы осы Ақтөбе қаласындағы 21-ші қазақ орта мектебінде қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ бердім. Одан кейін Жұбанов атындағы, Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінде қазір қазақ әдебиеті кафедрасында жұмыс жасаймын. Қазақ әдебиетінің сабақтарынан, қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі бойынша сабақтардан беремін. PhD доктормын. Осы мектепте 2 балам оқиды. Кішкентай балам Мәди деген, ол 3-ші сыныптан бастап келді осы мектепке. Қазір 5 оқып жатыр. Одан үлкені Жарас деген бала, ол 2 жыл болды келгеніне, осы 6-ші 7-ші сыныпты осы мектепте оқып жатыр. Кемел білім халықаралық мектебі жайлы осы бір жолдастарымыздан естідік, балалар осында оқиды екен. Сол менің жұбайыма айтқан. Жалпы мектептің жағдайы туралы, жалпы осы мектепте балаларды жақсы, қазақы тәрбиелейді деп, домбыраға үйретеді деп. Сол үшін алып келдік. Мектепті таңдауға біз біріншіден екеуміз де, жұбайым да, мен де жұмыстағы адамдар болдық. Таңертеңнен кешке дейін жұмыстамыз. Мектеп бізге өте ыңғайлы болды, себебі балаларымыз сабақтан келіп, үйге келіп, олардың тамақтарын дайындап беріп, оларды қосымша сабақтарына жіберіп жүру біздерге өте қиын болды. Сондықтан да осы мектепті таңдадық. Мектеп таңертеңнен кешке дейін өзінің сабақтарын оқытып, үй тапсырмаларын орындатып, және сонымен қатар қосымша сабақтарды да беріп, әйтеуір бір жерден барлығын алып кететін болды баламыз. Сол жағы ыңғайлы болды. Және тағы да бір мектептің ұнайтын жері, жалпы біздер негізі қазақ тілінің жанашыры болғаннан кейін мектеп, қазақ мектебі қазақ тілінде оқытылатындығы, қазақы тәрбие берілетіндігі сол жағынан бізге өте көңілімізге ұнайды. Мектептегі білім жайында жалпы өте жақсы, жоғары деңгейде деп ойлаймын. Балаларға бір қысым көрсету немесе оларды бір мәжбүрлеу мектепте жоқ. Балалар өз еркімен оқиды сабақты. Мектепте талап күшті. Балалар міндетті түрде үй тапсырмаларын орындап, және осы сабақтан бөлек тағы да қосымша сабақтарға қатысып, және қосымша олимпиадаларға қатысуға мектепте үлкен мүмкіндік бар. Балаларымызды болашағы үшін алаңдайды ғой әрбір ата-ана. Сондықтан да біз балаларымыз болашақта әйтеуір өмірде өз орнын адаспай тапсын. Және ең бастысы бұл мектептің социумы, яғни мектептегі балалар өте жақсы, тәрбиелі отбасының балалары барлығы да. Сол жағы әсіресе қатты ұнайды. Жалпы мектептің білімі де өте тамаша. Оны әрбір 90 сайын және бір ұнайтыны кәдімгі пән мұғалімдермен кездесіп, жеке-жеке баламыздың қай жері кемшін түсіп жатыр, қай жағынан бала жақсы жетістікке жетіп жатыр, соның барлығын пән мұғалімдерінен естіп біліп, өзіміз бірге атсалысамыз баланың жалпы білімін көтеруге. Өте ұнайды. Мысалы, қазір 7-ші класста оқитын балаларға ағылшын тілінде жүріп жатыр кейбір пәндер. Ол да біздің көңілімізге қонады. Балаларымның жетістіктері өте көп мектепке келгелі. Ең бастысы балалардың бірін-бірімен қарым-қатынасы арасындағы оқушылардың. Білімге деген құштарлық. Ең бастысы сол ғой енді. Баланың өз ынтасымен оқығаны сабақты. Сол мына мектепте оқытып жүрген ұстаздарға байланысты оның барлығы. Яғни бұл мектепте жоғары санатты мұғалімдер сабақ береді. Сондықтан да балалардың жаңағы білімді талап етуі да олардың ерекше. Тек қана баға үшін оқымайды балалар. Шынымен де білімге деген ерекше құштарлықты байқадық балалардың бойынан. Жетістіктері, мысалы, домбыра, қосымша домбыра тартудан, мысалы, баламыз бұрын ешқандай да мүлдем хабар болмай келді осы мектепке келген кезде. Мысалы, Мәди деген ұлым сол домбыраны жақсы меңгеріп кетті. Сондай-ақ осы өткен 90-да география пәнінен қалалық олимпиадаға барып орын алып келді. Ол да баланың жетістігі деп білем. Үлкен 7-ші класста оқитын баламыз орын алмаса да Астанаға барып қатысып, ондағы балаларменен араласып, яғни коммуникациясын дамытып өзінің деген сияқты. Сондай-ақ бұл мектепте оқушыларға үлкен жауапкершілік артылады, әсіресе жаңағы әртүрлі концерттік шараларда. Кәдімгі өзіміздің балаларымызды көріп, өнерлерін тамашалап,
өзіміз таңғалып отырамыз. Яғни бұл мектептегі әрбір ұстаздың шеберлігі сол оқушыны аша білгендігі деп ойлаймын мен. Жалпы математика пәніне, ағылшын болсын, география, қазақ тілі мен әдебиеті, орыс тілі мен әдебиеті, тарих, қай пәнді алып қарасақ та балалар немқұрайды қарамайды білімге. Әр пәннің өзінің жауапкершілігі бар, сол жауапкершілікпен қарап, өздерін сол қай пәннен де жетістікке жетуге ұмтылады балдарымыз. Әйтеуір бұрын мысалы сабағыңды оқы деп мәжбүрлеп оқытатын болсақ, қазірде бізде ондай жоқ. Балам мысалы мектепте үлгермей қалғанның өзінде үйге келгеннен кейін біз оған оқы деп айтпай-ақ та жалма-жан кітап дәптерлерін алдына жайып сабағын оқи бастайды. Менің ойымша жетістік деген сол. Яғни бала білімді өз еркіменен, өзінің жүрегінің қалауымен білім алуға деген баланың құштарлығын мектеп мұғалімдері, сабақ беретін апайлар, ағайлар соны баланың жүрегіне егіп тұр ғой. Бұл үлкен жетістік. Баланы мәжбүрлемей оқыту деген бұл үлкен жетістік меніңше. Бұл мүмкін олимпиадаға қатысар, қатыспас, бірақ әйтеуір бала өзінің жауапкершілігін сезініп оқиды да, сол жері өте ұнайды маған. Жалпы мектеп мұғалімдері тарапынан ешқандай балаға қысым көрсетушілік ондай жоқ. Балалар өз еріктерімен осы мектепке келеді таңертеңгісін, кешкісін осы жерден шақ қалып кетеміз ғой. Мектептерін балалар өте жақсы көреді. Меніңше жалпы былай үлкен класстың балалары, төмен класстың балаларына былай қысым көрсету деген бұл мектепте ондай нәрселер жоқ. Татулықта, сол ынтымақтастықта, білім менен тәрбие қатар жүріп жатыр. Әсіресе ұнайтыны ата-аналардың келіп балаларға тәрбие сағаттарын жүргізуі. Ол да өте бір керемет, үлгі тұтарлықтай осы мектептің өзінің жүйесі деп ойлаймын. Жалпы мектепке ризамыз.